Ассалаумалейкум достар. Яндекс грузовойда бір күнде қанша табуға болады деген видео түсіргім келіп тұр. Міне өзімізде Яндекс грузовой деген тарифке қосылып болған. Chevrolet Damas машинасы, автокөлігі 2023 жылғы. В общем, бизнесмен болайын деп жүрсің ба, короче. Сол қазір сағат 8:30 заказ күтеміз. Бәрін салып отырамын. Яндекстің тарифтерін көрсетіп қояйын. Жерде ғана. Бұда 3 тариф жүреді. Грузовой, доставка, курьер деген. Доставканы өшірсең, доставканы өшірмесең, көрінген жаққа кішкентай заттар тасып кетесің. В общем, бір апта болды, осы екінші апта басталды. Осы аптада 2 күн істедім. 41 мың теңге болды. И то ол көп істеген жоқ. Алдыңғы аптамен осы кешегі 2 күнді қосқанда 98.762 теңге. Жұмыс жақсы, күшті. В целом осындай. Алда тағы бөлші жатамыз. Қазір Leroy Merlin деген жақтамыз. Өш жерден заказ шығады деген ойдам. Әзірше апорттың керемет несіне қарап отырайық депші. Бірінші заказ сағат 8:45. Бірінші заказ түсті. Алтын Орда базарынан Мұратбаева Төлебиге дейін дейді. Ол қазір соңында қанша теңге шығатынын көрсететін боламыз. Ал сәттілік. Давайте. Лайк басып отырыңдар, барсыңдар ма, қалай жағдай, бәрін дұрыс па депші. Бірінші заказға келдік. Алтын Ордада тұрмыз. Бірінші промежуточный жерге тоқтадық. Тегін грузымыз мынандай. Овощ, фрукт. Түсіруді ұмытып кетіппін жаңа. Бірінші заказ 3820 теңге болды. Комиссиясын ұстайды. 3139 теңге өзіңе қалады деген. Екінші заказымыз келіп түсті. Сейфуллин Ташкентский жағының төмен қарай. Қазір көретін боламыз қандай заказ екенін. Бір көп те уақыт өткен жоқ. Көбісі айтады ғой, грузовойдың заказдардың арасы көп. Егер чисто грузовойға ауыстырып қойсаң, жасауға болады. Бізде қазір 5 минутта өткен жоқ. Төменге қарай түстім, даже заправка жасап үлгермедім. Сол көреміз. Лайк басамыз, комментарий жазамыз. Екінші заказ Intel Park деген жерден. Воздушная пленка дейді. Бұндай. Саусақпен деп басамыз. Баратын жеріміз нормальный жер екен. Сайнамен жоғары қарай, Челябиннан жоғары. Ташкентский Сейфуллинадан ол жаққа дейін примерно бір 3-тің ар жағында шығу керек. 3800 сондай шығады. Осы жерге алып келді. Әбілқайыр хан 35. Так, мені вручил посылку дейміз. Итого 3010 теңге. Оплачена карта дейді. 5 жұлдыз қоя саламыз. Бітті, енді төмен қарай 2 заказға 5646 теңге. Достар, екінші заказға келіп тоқтадым. Үшінші заказ бұл. Үшінші заказ бітірдім. 2720 теңге болды. Оценить пользователя. Дейміз, сонымен 3 заказ. 3 заказ 7875 теңге болды. Ары қарай жылжимыз. Күн енді басталды, сағат енді 1 болды. Елдер ұйқылардан енді тұрып. Чё там деп атқан шығар. Жаңа басын түсіруді ұмытып қалыппын. Ай бітпесті. Қазір заказдар жалғасады. Өйткені зонадан шығып кеттік. Грузовойдың көбісі қаланың төмен жағында
заказдар жақсы жүреді. Жаңа мен жоғарғы Аль-Фараби жақтан төмен түстім. Оптовка жаққа қарай жете бере, осы заказ келді. Көшіп жатыр екен. Соларды көшіріп әкеп тастадым. Ендігі жүретін жағымыз Жетісу базар жағы. Халық арена. Сояққа барып көреміз. Сояқтан да заказдар түсіп қалуы мүмкін. Уақыттарыңызға сәттілік. Тамақ ішіп отқан болсаңыздар, астарыңыз дәмді болсын. 4-ші заказ. Жаңағы заказдан шыға сала. Резко. Алматыда движняк. Кетіп баратырмыз 4-ші заказ. Достар, жаңа заказ бітірдік. 2720. Жаңағы заказ дұрыс түсіре алмадым, ана жерден кедергілік болып тұрды да. В общем, 4 заказ, 10.105. Сіздермен әңгіме айтып боламын дегенше міне 5-ші заказ келді. Тоже осы төмен жақтарда, көбіне грузовой төмен жақтан көп алады. Міне достар, құрметті подписчиктер, мынандай торшерный мебель ғой. Жеп жеңдіңіз, рахат. Бұл жерде ешқандай услуга грузчика деген қосылмаған. Ол қосылатын болса, ақшасы тағы үлкейеді. Кеттік. Міне достар, жаңағы заказдың ақшасы. 2600 теңге. Оплату получил. Далее деп қоясың. Далее дом, далее дейш. Отправить. Бітті. Осымен бізде 5-ші заказ 12.310 теңге болды. 6-ші заказ. Барысқұлова беріп тұр. Қазір көреміз қандай заказ екенін. Мынандай бір территорияға келіп кірдік. Жаңағы заказ. Зданияның артындағы дейді. Достар, бұл заказда 2 точка болған. Бірінші точкаға барып бір затты алып, 2-ші точкаға барып полный машина болып. Жол ережелері, там скользкий пол деген тақташалар бар. Сондайлар басып алды. Ал кеттік ендеше. Жаңағы заказымыз 4000 теңге болды. Соңғысын қарап жүрек. 3480 болған. Так, достар, түсіруді ұмытып кеттім. Ұмытып кеткен жаңағына жерде көмектесіп. Салысқаны көмектесіп жүріп, ұмытып кеттім. Міне тағы бір заказ болды. Бұл бізде уже 8-ші заказ. 20492 теңге. Әне, рас екен. 9-ші заказ. Розбакиева Рысқұловадан алдым. Қандай қағаз берді. Сағат деген уже 6 болды. 6-ға дейін 9 заказ. Қатты навигация етпей жасадық. Тамаша. Жаңағы заказды бітірдім. 3380 теңге болды. Бүгіндік табыс 9 заказға 23262 теңге. Негізінде бұл менде шықты, по идее 23 теңге, 26 мың болып шығады. Өйткені Яндекс өзінің нелерін стоп қалады. Ой, даже 28330. 4000 теңге стоп қалған. Даже 5000 теңге. Сол. Бүгіндік жұмыс бітті осымен.